Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен шиеден тосап жасайтын боламыз. Менің арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерге пайдалы болатынына сенімдімін. Ең алдымен шиені мен екі қайтара әбден тазарғанша жақсылап жуып алдым. Бұл жерде менде барлығы 5 килограмм шие бар. Бұл 5 килограмм шиеге мен 6 килограмм қант қостым. Негізінде 5 келі шиеге 5 келі қант қоссаңыздар болады, алайда мен тәттілігі үшін тағы да 1 келі қосымша қостым. Сол кезде сіздердің тосаптарыңыз қышқыл дәм болмай, өте тәтті болып шығады. Қанттың үстіне 1 кесе су құйып, бет жағын бір араластырып, бетін жауып, бір түнге қалдырсаңыздар болады. Немесе кем дегенде 8-9 сағат тұрса, өте жақсы сіңіп қанттарыңыз, тосаптарыңыз тәтті бола түседі. Менікі 1 түн бойы тұрды. Енді оттың астын қаттыға қойып, біздің тосабымызды жақсылап қатты бұрқылдап қайнағанша қайнатып аламыз. Осылай бетіне көбік шыға бастағанда міндетті түрде бетіндегі көбіктерді тазартып алып тастайтын боламыз достар. Қатты қайнаған соң газдың астын баяулатып 10-15 минут шамасында тағы бір қайнатып аламыз. Осы шие тосабымыз суығаннан соң тағы бір аздаған уақыт аралығында қайнатсаңыздар болады. Мен солай тағы бір қайнаттым. Содан соң банкілерді стерилиздеп, жаңағы дайын болған біздің тосабымызды банкілерге құйып, жақсылап бетін жабатын боламыз. Және де банкінің қақпағында ыстық суға батырып булап қоюды ұмытпаңыздар. Банкіні жапқан соң міндетті түрде осылай ақпайтынына көз жеткізіп тексеруді де ұмытпаңыздар. Осымен біздің шиеден дайындалған тосабымыз дайын достар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.